Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай үй жағдайында үйде бар заттардан жасалынатын өте оңай жеңіл салат түрін жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Мұнда керек заттардың барлығын көрсеттім. Барлық граммын описаниеге жазып өтетін боламын. Ең алдымен орам жапырағымыздың қатты жерін алып, майда соломка қылып турап алатын боламыз. Сіздерге қандай көлемде ұнайды, сондай көлемде турасаңыздар болады. Негізі майда соломка қылып турасаңыздар, салатта өте әдемі болып көрінеді. Мұны таза шұңғыр ыдысымызға орам жапырақты орналастырдық. Енді 2 балғын қиярымызды да майда соломка қылып турап алатын боламыз. Келесі 2 балғын қызанағымызды алып, ортасын бөліп, ортасындағы жүрекшелерін алып тастайтын боламыз. Жүрекшелермен бірге турап жіберетін болсаңыздар, салатқа суын шығарып жіберетін болады, яғни қызанақтың суы салатқа шығып кетеді. Сондықтан ортасын алып тастағандарыңыз дұрыс. Мұны қызанақты да майда соломка қылып турап алатын боламыз. Енді мұнда өзімізге керек мөлшерде ысталған шұжықты алатын боламыз, яғни копченый колбасамызды дәл видеодағыдай майда соломка қылып турап алатын боламыз. Мұны барлық құрамды турап алдық. Бізде осындай өте әдемі салат түрі шықты. Енді дәміне қарай тұзымызды және де керегінше майонезімізді сала отырып, қасықтың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен салаттың бәрі бір-біріне біріккенше араластырып аламыз. Мұнымен де осындай өте әдемі тәбетті ашатын жеңіл салат шықты. Сіздер де рецепт сақтап алып міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мен осы салатты өте жиі жасаймын. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып өтіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет.